Ахмет Байтұрсынұлының атасы Шошақ, әкесі Байтұрсын тәкаппар, бірбеткей, батыл және адуынды адам болды. Бір күні ол облыс басшысы Яковлевпен жанжалдасып қалып, оны қамшымен сабап, отбасы және туыстарымен бірге ауданнан қуып шығады. Сонда уездік басшы жазалаушы жасақ жіберіп, Байтұрсын мен оның інісі Ақтасты түрмеге жабады. Сонда сот ағайынды Шошақ ұлдарын Сібірге 15 жылға ауыр еңбекке тарту туралы үкім шығарды. Сол жылы Ахмет 10 жаста еді. Бұл оқиғалар баланың санасында өзінше көрініс тапты. Бұл оның кейінгі әрекеттерінің негізі болды. Осы жағдайдан кейін Ахметтің өмірінің басты мақсаты қазақ халқының еркіндігі үшін күрес болды. Ал жер аударылған Байтұрсын мен Ақтастың балалары, соның ішінде Ахмет пен Ақтастың ең кіші ұлы Ерғазының қамқорлығында қалды. Ол Ахмет пен оның бауырларын Торғайдағы 2 сыныптық орыс-қазақ мектебіне оқуға түсіреді. Кейінірек Ахмет Байтұрсынұлы 1895 жылы Орынбор мұғалімдер мектебіне оқуға түсті.